Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және оңай дайындалатын құмырсқаны илеу деп аталатын торттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Сосын бір шымшым тұз және қопсытқышымызды, сосын қантымызды қосып араластырып аламыз. Араластырып болған соң жұмыртқамызды қосамыз және қаймағымызды қосамыз. Ерітілген сары майымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Басында осылай силиконды күрекшемен араластырып аламыз. Сосын барып қолмен илейміз. Немесе бірден қолмен илесеңіздер болады. Қамырымыз осылай жұмсақ, қолға жабыспайтын болады. Енді пакетімізге салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, пергамент қағаз төселген формамызға үккіштен өткіземіз. Осы қамырдан менде 2 форма шықты. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 15-20 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен қамырымызды осылай өте ұсақ қылмай үгітіп аламыз. Енді кремін дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды меншікпен араластырып аламыз. Араластырып болған соң енді үстіне бөлме температурасында қойытылған сүтімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен креміміз дайын. Қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп түйіршіктеп алдық. Енді үстіне алдын ала дайындап қойған кремімізді құямыз. Бірден құймаймыз, араластыруға оңай болу үшін аз-аздан құйып араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластырып болдық. Енді таза ыдысымызға видеода көрсетілгендей етіп пакет немесе ыс пленкасын төсеп аламыз. Үстіне дайындап қойған тортымызды саламыз. Арасында бос жер қалмас үшін осылай қасықпен
тегістеп тұрамыз. Бетін қасықпен осылай видеодағыдай тегістеп шығамыз. Сосын ас пленкасын жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Бір сағаттан соң осылай өз формасын ұстап тұру қажет. Енді ас пленкасын ашып, бетіне кез келген тарелкамызды қойып, аударып аламыз. Пленкамызды алып тастаймыз. Әсемдік үшін бетіне мак сепсеңіздер болады. Осымен өте оңай жасалатын құмырсқаның илеуі торты дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.